Алдымен өткен сабаққа шолу жасап алайық. Өткен сабақтағы біздің тақырыбымыз Мағжан Жұмабаев туралы болған болатын. Алдымен сол өткен сабақты шолу жасау үшін тақтадағы шеңбер ойынына назар аударайық. Балалар қазір Мағжан Жұмабаев туралы не білесіздер? Мағжан Жұмабаев 1893 жылы Бейнеқоңыр ауданында туылған ақын, қозғалыс қайраткері, әдебиеттану өкілі. жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің «Көксерек әңгімесі». Бұл шығарма бойынша сендер біраз мағлұмат аласыңдар. Алдымен біз Мұхтар Әуезов жайлы не білеміз? Соны біліп алайық. Мұхтар Әуезов туралы біз не білеміз? Бұған дейінгі білгендеріміз бар Мұхтар Әуезов жайлы? Адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін жаңа тынысты шығарма. Автор шағын өлеңі мол мағынасы бар. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың өз заңдылығына қарсы шығып, қастырған екенін ойлайды. 3 минут уақыт беріледі сендерге дайындыққа. 3 минут уақыт дайындалып, жауап беруге уақыт беріледі 3 минут. Бұл жерде көксерек қасқыр қанша адамның қолында тәрбиеленсе де ол жыртқыш болып қалатыны көрсетіледі. Көксерекке зәбір көрсеткен бірнеше рет талап кеткен. Ауыл итінің аты. Қарала төбет. Дұрыс жауап. Итаяқ деген не? Аңсаған? Итке тамақ құйып беретін ыдыс. А дейміз. Итке тамақ құйып беретін ыдыс. Жақсы. Мақал мәтел Инстаграмда. Кәлемға мақалға қарайық. Зере. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды. Дұрыс па? Жақсы. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Дұрыс. Қасқырды қанша асырасаң да мал болмайды. Қасқырды қанша асырасаң да мал болмайды. Кері байланыс жасап, блог ағашы бойынша бүгінгі сабақта сендер қаншалықты түсінгендеріңді қалай бағалайсыңдар? Кәне барып, сикелеріңді жабыстыра қойыңдар.